апаның пенсиясы бар, пенсиясын 100% ұстап отырмын осы кезде. Осы айдан бастап 100%. 100% ұстауға оның ешқандай құқы жоқ. Мына жерде Нұрсұлтан деген, біреуі Салтанат деген екі сот орындаушы қозғапты істі Қызылордадағы. Дұрыс емес олардікі ше. Қайсысы 100% ұстап отырғанын білмей тұрмыз, бірақ қай-қайсысына да шағым жазып тастау керек әрекеттеріне. Немесе хабарласып айту керек, сендердің 100% ұстауға құқықтарың жоқ, тоқтатыңдар, 50%-ын ғана ұстайды. Апа, естіп отырсың ба? Пенсияның график жасаудың қажеті жоқ ешқандай. Апа, сен пенсияңнан ұстап тұрады, сонымен құтыласың түбінде. Бәрін құтылып болғаннан кейін бізге кел, сосын қарыз жоқ деген анықтама бәрін, в общем, қарыз жоқ деген анықтама бәрін алып беремін. Алып береміз ше біздер. Құтылып біткеннен кейін пенсиядан бәрі жабады, осы кезде уже пенсияда кетті деген бәрін ақшасын береді. Мынада мысалы үшін мына біреуінде 110 мың теңге болып тұр. Сот орындаушыдағы қарызы. Қауымбанк екен екеуі де. Біреуінде 575.662 теңге болып тұр. Енді бұның күшін жоям десеңіз де нотариустен шыққан атқару жазбасы. Кеше жақында ғана қозғалып тұр екен. Үйге атқарушылық жазба келді ма? Нотариустен исполнительный надпись деген бірдеме келді ма? Ол жағын ше, ол үйдегілер айтпайды ештеңені. Білмейді, иә? Баруын барады ғой, айтпайды. Білмейді. В общем, онда бұны жабудың қажеті жоқ. Онда өзім айналысайын күшін үйде, онда ертең маған бүгін үйде құжаттар не бар, соларды алып келсеңдер, мен көріп жіберейін онда, иә? Құжат ештеңе, договор ешқайсы жоқ. Жоқ, олай емес, жаңа нотариустен бірдеме келді ма, не келді соның бәрін? Сол айтып тұрмын ғой, бәрін жоқ қылып жіберді. Жоқ, ол келмеуі де мүмкін ғой, оны сен жоқ деп айта бермеші. Үйден барып сұрасай. Сұрап тұрмын ғой мен. Келді деп айтып тұрма, жоқ, келді ма, келмеді ма, соны айтып тұрма. Келген жоқ дейді. Сол айтып тұрған. Маған коллекторлар звондайды. Жоқ, олар айта береді. Жоқ, өтірік айта береді коллекторлар. Келмейді ол. Сол айтып тұрған. Сосын маған жаздың күні WhatsApp-пен де жіберген. Жоқ, ол саған жіберіп тұр ғой, мамаң емес. Қарыз мамаңдікі ғой сенің. Қарыз мамаңдікі ғой, иә. Саған хабарласуға құқықтары жоқ қой оның ешқандай. Телефон номерін бәрін жоқ қылып жіберген ғой, бұрынғы кредит. Жоқ, бәрібір ғой, қалай болса да мамаңның кредит үшін саған хабарласуға құқықтары жоқ. Енді мынаны былай істеуге болады. Екі вариант бар мынаның. Біреу өздерің звондап айтасыңдар, жаңа сот орындаушыларға, мен қазір шарт беремін дейлерінше, телефондар. Мына әрекеттерің заңсыз екен, заң заңғарына бардық. Сендер 100% ұстауға құқықтарың жоқ, 50% ғана ұстаңдар болды деп. Болмаса үстерде шағым жазасыңдар. Шағым жазатын болсаңдар бізге келесіңдер. Мен Салтанатпен хабарластым. Сосын ол қыз айтты, народныйды счет номерін алып, арестен шығарып беремін дейді. Бірақ қалғанына жауап бермей бізге келіп тұр деп. Жоқ, ол келіп тұрады емес. Қандай счеттан болса да пенсионный счеттан ұстауға 50% ұстауға құқықтары бар. Мен ертең заң заңғарына барып сөйлесемін дедім. Содан кейін маған мүлдем жауап бермей қойды. Иә, болды ғой. Өзің қайттан хабарласып көр. Егер сірә шеше алмасаң, онда кел бүгін. Немесе ертең кел. Келісімшартқа отырамыз да үстеріне шағым жазамыз. Түсінікті ғой, иә? Мен қазір шарт берейін ба жаңағылардың данныйларын керек пе? Номері бар менде Салтанат жаңағы. Екеуіндікін де шарт берейін да. Иә, бәрі шарт берейін қазір. Шарт берейін. Осы кеңестің аяғында айтайын дегенім ғой, пенсиядан, айлықтан деген секілді жалпы счеттағы ақшадан 50%-дан артығын ұстауға құқықтары жоқ, және ең төмен ғана күнкөріс деңгейі бар, содан асып кетпеу керек та олардың ұстайтын суммалары. Оны сақтамайды, оны сақтамаса. Болды ұстап келе жатқан. Онда берешекті қанша, мынаны неден сұрай салыңдар, анықтама, қанша ұсталғанын анықтама сұрай салыңдар. Соны сұрап ала салыңдар, бүгін қазір бар. Зейнетақы тағайындау орталығына барып, қанша осы күнге дейін ұстап, ана жаққа аударды. Соны анықтамасын береді. Егер бер жағындағылар бірдеме дейтін болса, онда басшысына кіріп, бәрін ескертіп айтыңдар, оны анықтаманы береді. Негізі проблема емес, беру керек. Соны алып ертең бір жолға келсеңдер, сосын шағым жазып тастайық жаңағылардың үстерінен, иә? Жарай ма?